Шапшаң тасбақа. Тасбақа, қоян және шегіртке айнымас дос болды. Дамылдап отыра қалса, қоян мен шегірткенің әңгімесі жараса кететін. Қоян өзінің жүйріктігін сөз ететін, шындап жүгірсе түлкіге де, тіпті қасқырға да жеткізбейтінін тамсана айтатын. Ал шегіртке жүгіріп те әуре болмайтынын, бір секірсе күншілік жерге ұшып кететінін сөз қылатын. Мұндайда тасбақа ғана үнсіз отырады. Өйткені баяудың да баяуы еді. Мақтануға тұрарлық ештеңем жоқ деп ойлайтын. Бір күні үшеуі орман ішінде тынығып алмаққа аялдайды. Көк шалқынға жантая кеткен қоян мен шегіртке алыста қалып қойған тасбақаны күтеді. Қоян: шегіртке досым, біз неге жайбасар тасбақаны күтіп уақытымызды текке кетіреміз? Деді қабағын түйіп. Соны айтамын-ау, деп шегіртке қоянды қостай кетті. Үнемі кешігіп уақытымызды алады. Сол себепті енді тасбақамен дос болмаймыз-ау, деді қоян. Иә, енді тасбақамен дос болмаймыз, деді шегіртке қостап. Тасбақаны дос қатарынан шығаруға келіскен екеуі жантайған күйі әңгімеге кіріседі. Кенет қоянның көзі қазылған үлкен орға түседі. Шегіртке досым, қатар тұрып ана ордан секірейік, сөйтіп мықтылығымызды сынайық, дейді. Секірсек секірейік, деп шегіртке де келісе кетеді. Екеуі қатар тұрады да әуіп деп ордан аттауға бекінеді. Бірақ қанша күш салса да ордың арғы бетіне аса алмады. Топ-топ етіп бірінен соң бірі ордың ортасына құлайды. Ор біршама терең екен. Ышқына секіріп шығуға тырысады. Ордың ернеуі биік болғандықтан бұл әрекеттен ештеңе шығар емес. Екеуінің аузы құрғап шаршайды. Амал жоқ, ордың түбіне отыра кетеді. Сәл тыныққан соң: біреу-міреу естір, айғайлап көмек сұрайық, дейді қоян. Я, айғайлайық, дейді шегіртке. Жан ұшыра айғайға басты. Құтқарыңдар, құтқарыңдар, көмектесіңдер. Бұлардың даусын ормандағы аң-құстың көбі естіді. Бірақ кезекті ойындары шығар деп ешкім мән бермеді. Әркім өз ісімен жүре берді. Таныс дауысты естіген тасбақа тырбаңдап жетті-ау. Орға құлаған екі досын көре сала қол қусырып тұрмады. Қыбырлап жүріп ордың ішіне қолына ілінген тас, таяқ, шөп, шалам, топырақты тастай берді. Тым баяу қимылдаса да, шегіртке мен қоян тасбақаға риза еді. Әйтеуір орда ортан беліне дейін толды. Қоян мен шегіртке әр жерден бір басып жоғары көтерілді де лып етіп сыртқа шықты. Рахмет саған, деді шегіртке тасбақаның мойнынан құшақтап. Рахмет саған, деді қоян тасбақаның тас арқасынан сипап. Сен сондай жылдамсың, деді шегіртке. Я, өте шапшаң қимылдадың, деді қоян ризалығын жасыра алмай. Содан кейін үшеуінің достығы үзілмепті. Қоян мен шегіртке тасбақаның шапшаңдығын үнемі айтып отыратын.